Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін үй жинап жатырмыз. Ішкі ниетіміз сіздерге осы видео арқылы мотивация сыйлау. Сіздер егер ерініп үй жинағыларыңыз келмей, жалқауланып жатсаңыздар, осы біздің видеода мотивация алыңыздар. Міне достар, оптым, яғни бәріміз жинап жатырмыз. Балам пылесос ұстауға көмектесіп, қызым пол жуып. Негізі бұлар қазір мен істейінші, мен жасайыншы деген периодта ғой. Жасағылар келсе жасаңдар деп айтамын. Жасағылар келмесе оларды пока что қинамаймын, жасаңдар депші. Өздерінің қазір желаниялары бар, сондықтан өздері жасап жүр. Жаңадан подписчиктеріміз қосылып жатыр екен. Өзімді таныстыра өтейін. Есімім Айгерім, 3 баланың анасымын. Қазіргі таңда декреттемін. Енді бұл менің хоббиім. Осылай блог түсіріп, сіздерге мотивация беру. Өзіме де жақсы, сіздерге де жақсы. Сол достар. Бұл біз Астана қаласындамыз. 2 бөлмелі пәтеріміз. Бұл сол где-то қанша ай болды? 2-4 ай болды ғой деймін. Сатып алғанымызға. Сол үйімізді тазалап, күнделікті өмірімізді сіздерге түсіріп отырамын. Сіздерге пайдалы, қызықты болады деп ойлаймын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза өтіңіздер. Маған өте приятно болар еді.
Қызым маған пулын бәрін тап-таза айнадай берді. Осы Құдайға шүкір. Құдай маған қызды подарок етті. Мен мамамшы жақсы көрем. Да? Қанша процент жақсы көресіңіз? Процент. Машалла, қызым, машалла. Анам кеттік, ойыншықтарды жинады, мама. Мен де жинам ойыншықтарды. Мама, стиралка жоқ. Қазір енді стиралканы қосып, кірлерді салып қойдық. Мына стульчиктардың қаптарын осылай ауыстырып тұрамын аптасын, себебі кір болып кетеді кішкентай балдар болғаннан кейін. Мына жерде қызым мен мама сүрт дейінші, мына жерде пыш-пышпен деп сомен пыш-пыш етіп сүртіп жатыр. Қасымызда әйтеуір Темірхан қамайды, Димаш ар жақта жүр. Сөйтіп әйтеуір балаларым Аллаға шүкір көмектесіп жатыр. Аллам тіл көзден сақтасын. Сіздерге барлықтарыңызға тек жақсылық тілейміз. Ары қарай видеомыз жалғасуда. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Қыздар, енді бізде көріп отырсыздар, кішкентай бала болғаннан кейін үй өте тез кір болады. Мен осылай аптасына 3 рет үй жинайтын шығармын. Бір рет жақсылап жинаймын, қалған екеуін кішкене пылесостап былай жеңіл-желпі жинай саламын. Себебі басқа да жұмыстар бар, тамақ жасау, балаларға тамақ беру, далаға шығару, ұйықтату деген
сонымен күні бойы осылай 24 сағатым өтеді. Ары қарай өзіме кішкене бет күтіміме арнаймын, жуыну деген сияқты нәрселермен өтеді. Бізде уже мына Астанада күн суытып келе жатыр. Сондықтан бүгін уже міне отопление де беріпті бізге. Далаға шыққанда енді біз деген куртка уже кәдімгідей қалың киім шығамыз. Сол сіздердің өңірлеріңізде қандай болып жатыр, погода қалай жалпы достар, бөлісе кетіңіздер. Балаларға кабачкидан панкейки жасаймын. Бұл бізде оливковое масланы кішкене ғана құйдым. Қазір жылыған соң, яғни ысыған соң мен мына кабачковый панкейки жасаймын. Бұған не қостым десеңіздер, бір кабачок, бір кішкентай пияз, кішкентай картошка, сыр тоже көп емес, бір жұмыртқа, 2 столовая ложка ұн и бұрыш пен тұз қостым. Вот. Осыдан енді панкейки жасаймын. Себебі менің мына ортаншы балам овощи, фрукты онша жемейді. Тек осылай бірдеңкелерін араластырып берсеңіз ғана жейді. Бұл бізде бүгінгі таңғы асымыз болады қазір. Сіздерге жасап көрсетемін, бөлсейін. Сом жесің ба? Ja. Түрлерін кидің ба? Aha. Міне біздің күшті панкейкаларымыз дайын болды. Кетчуппен жегенді жақсы көреді біздің балдар. Одан кейін мен қазір мына жаққа жиналып қалған ыдыс-аяқтарды тез жуып тастайын. Мен балам сөйлеп отыр ар жақта. Мына жақта мен мына дозаторға ыдыс жуатын средство бытқаған, соны толтырамын. Бұл ыдыс жуатынды мен Джейн Хоумнан сатып алдым. Гүлжанат Нұршығанның магазинінен. Сол достар, басқа да сұрақтарыңыз болса комментарийлерге қоя берсеңіздер
болады. Міне достар, біз сіздермен бірге тез әрі жеңіл түрде үйді жинап шықтық, ыдысты да жудық. Мына жерде компот қайнап жатыр балаларға. Обедім бар. Сондықтан сіздерге мотивация бердім деп ойлаймын. Сол достар, рахмет видеоны соңына дейін көргендеріңізге. Қалайсыңдар? Мама үй жинап жатыр. Ал достар, міне Мейірім қыз сіздерге тоже сау болыңыздар дейді. Келесі видеоларда кездескенше сау саламат.